Балди барлық балалар ұмытқан ойын. Бұл қалай болды? Қалай ол атақтығын жоғалтты? Өткен шаққа барайық. Және де осы сұрақтардың бәріне жауап берейік. 90 жылдың аяғында барлық адамдарда өзінің дерлік компьютер болған кезде білім беру сабақтары өте көп таралып кетті. Олардың бірі Соник мектебі болды. Ойында басты кейіпкер оқушы еді, және де ол Соникқа әрбір тапсырмаларға көмектеседі. Дәл осы ойын әзірлеуші Майк Макканалды Балди Basics жасауға шабыттандырды. Ол шамамен 11 жасында Балди кейіпкерін ойлап тауып, және де Балди Кор комиксін шығарды. Майк есейе келе оның хоббиі бейне ойындар, әсіресе ретро ойындар екенін түсінді. Ал 2018 жылы жас жігіт Game Jam атты сайысқа қатысады, яғни Itch.io Meta Game Jam. Егер сіздер Magic атты ютуберді білсеңіздер, сіздер геймплей не екенін білесіздер. Ал егер олай болмаса, қысқа айтсақ, бұл создательдердің шайқасы белгілі бір уақыт ішінде ойын жасау. Бұл сайыстың ережесі мета ойын жасау еді. Басқаша айтқанда, ойын туралы ойын. Майк үшін бұл ойын өте оңай болды. Ол кейіпкерлерді балалық шағынан алып, ол Sonic School House'қа шабыттанып, ақырында Baldi Basics ойынын шығарды. Қош келдіңіз, Балди мен негіздердің біліммен ілім. Бұл мен. Біз ойынға кіргенде бізді Балди атты мұғалім күтіп алады, және де бізге әр комнатқа кіріп тапсырмаларды орындау керек болады. Барлық тапсырмаларды болғасын Балди бізге ақшалай сыйлық береді, яғни біз алдыда қажетті құралдар алуға мүмкіндік береді. Біз есікке барған кезде Балди бізге бүйтіп айтады: саған алдымен 2 дәптер алу керек, бұл есіктерді ашу үшін. Сол себептен бізге 2-ші дәптерді барып шешу керек. Егер де біз 3-ші тапсырмаға келсек, 3-ші тапсырма осылай болады, және де оны шешу мүмкін емес. Яғни, егер де біз осы тапсырмаға дұрыс жауап бермесек, Балди өте қатты жынданады. Және де біз Балдидан кішігірім хабарлама көреміз: мен әр сенің дұрыс емес жауабыңа жынданамын, дейді. Біз сыныптан шыққаннан кейін Балди біздің артымыздан қуатын болады. Белгісіз бір шапалақтың даусымен, сызғышпен ұрылып жатқан. Ал енді біз басты кейіпкер болған үшін 7 дәптер табуға тура келеді. Балдидің қолына түспей. Подойди ко мне. Біз Балдидің қолына түспей үшін тактика құруымыз керек. Яғни Балдидің қолына түспей үшін біз әрбір дәптерді кездестіргенде оның соңында шешілмейтін тапсырма болады. Яғни Балди біз дұрыс істемеген тапсырмаға жынданып, жылдамырақ жүретін болады. Тек қана мұғалім ғана ойынды өтуге кедергі етпейді, оның қасында тағы да көптеген кейіпкерлер бар. Әрбір өткен коридорынан саған мешіт етіп жүретін кейіпкерлер. Мысалы, мұғалім бізді ұстап алады да өзінің кабинетіне уақытшаға қамап қояды. Біз дәрісте жүгірдік. Әр бұзықтықтан бөлмеде жабылу уақыты көбейетін болады. Кезекпен Балди осы кезде сізге шабылдауы мүмкін. Әрине, сіз бұлдан дым да істей алмайсыз. Я колдую тебе по носу жопы. Кейіпкерлердің арасында скакалкамен жүретін қыз бар. Ойын уақыты атауымен олмен кездескенде, сіздер олмен секіргішпен ойнауға мәжбүр болады. Егер сіздер олмен сонша секірмеңіздер, олар сізден артыңыздан қалмайды. Және де бұзақы атты бала дәрістің кез келген жерінен шығып сіздің жолыңызды бөгейді. Сіз оның қасынан өтіп кету үшін оған өзіңіздің бір затыңызды беруіңіз керек. Ал егер де директор оны көріп қалса, директор оны жазалайды. Бұл жуызшы, бұл кейіпкер жолыңыздағы адамның бәрін өзімен сыпырып кетеді. Ішінен осындай сөздер шығады: шұлы. Бұл кейіпкер біз 7 дәптер жинағаннан кейін бізге өте қатты айқалап кедергі ететін болады. Бұл бастапқы ойын болды. Ол біртүрлі болды. Бірақ бұған қарамай ол өзінің қызықты кейіпкерлерімен қызықты көңілді болды. Сонымен қатар ойынды өту өте ұзақ деп ойламаймын. Және әр ойын сайын карта өзгермейді. Және сіз оның қай жерде екенін есте сақтай аласыз. Құрылғылармен ойнау. Онда көптеген элементтер бар, және де оның әр қайсысы ойында пайдалы болады. Без сода банк ашылғанда кейіпкерлерді алыстатуға болатын сусын. Энергетикалық бар күшті қалпына әкеледі. Құлып. Біз есіктерді ұзақ уақыт құлыптай аламыз. Кілттер. Біз олардың көмегімен есіктерді аша аламыз. Дәлірек айтқанда, директор жабыққан есіктерді аша аламыз. Балдидің сүйікті кассетасы. Оның көмегімен Балдидің бағытын өзгертуге және де оның назарын 30 секундқа аударуға болады. Біз ойынның қалай өтетінін білгенде, біз 7 дәптер жинаған моментке жетеміз. Бұдан кейін Балди бізге былай айтады: құттықтаймын, сен барлық 7 дәптерді таптың. Енді саған істеу керек зат бұл жерден қашу. Ал шындығын айтқанда, ойын әлі бітпеді. Біз 7 дәптер тапқаннан кейін бұл жерден қашу керек. Егер де ойыншы жан-жағына дұрыстап қараса, бұл есіктің қай жерде
екенін біледі. Егер де ойыншы есікті тауып шыққысы келсе, есік жоғалып ойын оданырақ қиынырақ және де қорқыныштырақ болады. Балди көбірек жылдамырақ болады. Енді мектептің ішінен басқа есікті табуға тура. Ойыншы есікті тапқанда ол ойынды ұтады. Wow, great job. Бірінші Балди бәсекесі осындай болды. Не қылса да бұл ойын өте жақсы болды. Бірақ Балди ойыны Metagame Jam сайысында екінші орын алып қалды. Бірінші ойынды ешкім білмейтін қатты емес ойыны алған болатын. Бірақ Балди бұл феномен. Бәріне сәлемсіздер, мен Нормани. Енді бүгін біз Балдины ойнайтын боламыз. Бұл ойынды мен интернеттен тауып алдым. Бүгін біз достар өте керемет ойын ойнап көретін боламыз. Бұл ойынның аты достар Балди. Көрейік. Ол YouTube'тың арқасында атақтырақ болды. Басқа да инди хоррорлар сияқты. Балди ойыны өте ыңғайлы хоррор ойын болды. YouTube'та өте көп просмотр жинау үшін ол жай ғана бірақ түннің ішінде өте танымал болды. Менің барлық айтып жатқаным 1.2 версиясында. Ең танымал болған жаңа версия. Содан ойынға көптеген элементтер қос, яғни құпия концовка 1.3 версиясында. Оны былай алуға болады. Барлық тапсырмаларды дұрысымен шешуге керек. Бұл да өте оңай бола бермейді, яғни Балди барлық дұрыс емес тапсырмаға шыданып және жылдамырақ жүретін болады. Біздің артымыздан қуалайды. Егер де сіздің қолыңыздан келсе, сіз жаңа концовкаға барасыз. Сіз басқа концовканы көретін боларсыз. Бұның ең таңғаларлығы сіз жүре аласыз және жан-жағыңызға қарай аласыз. Және сіздер Балдидің офисін көресіз. Ішіне кіргенде біз Балдидің майысқан түрін көреміз. Және де біз жаңа кейіпкерді көреміз. Оның аты Нул. Аударғанда ештеңе. Және де ол бізге бір нәрсе айтқысы келеді. Вероятно, ты нашел меня. Хорошая работа. Я рад, что ты нашел меня. Слушай, мне нужно сказать довольно важную вещь. Говори никому об этой игре. Тебе что? Уничтожь игру. Ойын шыққаннан кейін бір айдан соң 2018 жыл июльда Майк пост жазды, яғни ол қызығушылықпен сұрады. Kickstarter ашайын ба? Және де Балди ойынын ұзағырақ айналдыруға тұрарлық па? Және де оның аудиториясы оны қолдады. Сол кезде Майк ойынның демо версиясын шығарды. Балди Basic Field Trip аударғанда орманға саяхат. Онда бәрі жай ғана болды. Жай ғана сізге ағаштар жинап жүру керек. Оның көмегімен костерді ұстап тұру 3 минутқа. Мені X-мен озып жүрген Балдидан. Бұл тек қана көрсетілім болды. Бұдан артық көп нәрсе жасауға 2018 жылы 18 августта бұл ойынның жаңа бөлімі шықты. Яғни 1.1 версиясы. Ол өзінің ойынның назарын Kickstarter'дағы адамдарға аударғысы келді. Сайыс уже бітетін уақытта Балдидің жаңа версиясында жаңа да кейіпкерлер қосылды. Яғни оригинал версиядан алынған. Және де жаңадан бұлтты ұшақ атты кейіпкерді қосты. Енді барлық кейіпкерлер сізге кедергі жасайды. Мысалы, бұзақы сенің бөрінеңді ұрлап кетеді. Ал бұлтты ұшақ біз алыста жүргенде біздің отымызды өшіруге тырысады. Олмен күресу оңай, оған жақын тұру керек, содан кейін ол кетіп қалады. Және де бұл жаңарту көбірек назар аудару мақсатына жетті. Сондықтан 23 тамызда бастапқы сомадан асып кетті. Барлығы жоспарланған $50, $61,000 құрады. Осыдан кейін Майк барлығына алғысын білдіріп, толыққанды ойынды әзірлеуге кетті. Эй досым, видео өте ұзақ болып кетті. Және де видеоны жасау оңай емес, арнаға лайк бассақ, давай, екіншісін шығарам.